3, 2, 1. 1977 жылы Voyager 1 және Voyager 2 кемелері күн жүйесін шарлауға аттанған болатын, ал қазір олар өзге жұлдыздарға бағытталды. Бұлар күн жүйесінен сыртқа шыққан алғашқы ғарыш кемелері, сондықтан НАСА өзге ғаламшарлықтар үшін күллі адамзат баласының атынан хабар жолдады және оны алтын жазба деп атады. Кассетада сәлемдесу сөздері, әртүрлі дыбыстар мен әндер, оның ішінде қазір сіз тыңдап отырған мелодия және жер планетасы мен адамзат баласын сипаттайтын 116 сурет жинақталған. Келесі суреттер жазбада сақталған кезекпен көрсетілетін болады. Субтитрді қосуға кеңес береміз. Эрозияға төзімді бұл жазба ғарыш ұшағында шексіз жүзе алады. Жер бетіндегі кез келген заттан, тіпті бәлкім жердің өзінен де ұзақ өмір сүретін болады. Жинақты ұйымдастырушылардың бірі Карл Саган алтын жазбада соғыс, кедейлік, ауру сырқат, қылмыс, идеология мен дін жайлы суреттердің болмауын қалаған. Қос Voyager ғарышты 56.000 км/сағаттан астам жылдамдықпен шарлауда. Соның өзінде күнге ең жақын деген өзге жұлдызға жақындау үшін 40.000 жыл керек. Ғалымдардың айтуынша 34 жарық жылына тең қашықтық ішінде 130-дан астам өмір сүруге қолайлы планеталар бар. Ал бір жарық жылын өту үшін біздің Voyager'лерге 17.000 жыл қажет. Жұлдыздар арасында адасқан Voyager'дің саналы өркениеті табуы екіталай. Керісінше, саналы өркениет Voyager'ді табуы тиіс.
Сонымен біздің суреттерді өзге өркениет таба ала ма екен? Тапса да сәлеміміз оларға тым кеш жетеді.